Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі талқылайтын тақырып бүйрек үсті безінің бұзылыстары. Бүйрек үсті бұзылыстарының бірнеше себептері бар. Ол кортизол гормонының артық болуы, немесе кортизолдың жеткіліксіздігі, артық минералокортикоидтар, немесе ісіктер болуы мүмкін. Бірінші, бұл бізде Кушинг синдромы. Кушинг синдромының негізгі себебі бұл кортизолдың артық болуына байланысты. Ең жиі себеп бұл кортикостероидты препараттар. Көбінесе бұл препараттар қабыну жағдайлар үшін тағайындалады. Қабыну жағдайлар кезінде, мысалы, жүйелі қызыл жегін емдеу үшін күнделікті пациент преднизолонды қабылдайтын болса, онда бірнеше уақыттан кейін Кушинг синдромын шақыруы мүмкін. Екінші, бізде Кушинг ауруы. Кушинг ауруы дегеніміз бұл гипофиздің АКТ-ге бөлетін ісігі. Кушинг синдромының бір себебі. Кушинг синдромы бұл жаңа айтқандай кортизолдың артық болуынан пайда болады. Оның негізгі симптомдары гипертензия, гипергликемия, қант диабеті, себебі артық кортизол инсулинге төзімділікті шақырады, және иммундық супрессия, иммунитеттің төмендеуі. Иммунитет төмендейтін болса, инфекцияның қаупі артады, әсіресе біздің организмімізде кездесетін шартты патогенді инфекциялардың қаупі жоғарылайды. Кортизолдың артық әсерінің тағы да бірнеше көріністері. Бұл кортизол бізде гонадотропин релизинг гормон бөлінуін өзгертеді. Егер гонадотропин релизинг гормон өзгеретін болса, онда фолликуляр стимулдаушы гормон төмендейді әйел адамдарда, және лютеиниздеуші гормон төмендейді. Әйелдерде етек-кір циклының бұзылуына алып келеді. 80% жағдайда қалыпты емес циклдар, 30% жағдайда олигоменорея, ол циклдың азаюы, ал 30% жағдайда аменорея, бұл циклдың мүлдем болмауы. Және гирсутизм шақырады. Гирсутизм дегеніміз мына суреттен көруге болады. Әйел адамдарда түн бетте, денеде түктердің пайда болуы. Және ер адамдарда эректильді дисфункция шақырады. Тағы да басқа симптомдары ол адипоциттердің өсуі, адипоциттердің стимуляциясы. Ол бетте, арқада, мойында, іште майлардың жиналуы прогрессивті орталық семіздікке алып келеді. Мысалы, жаңа айтқанда бет, мойын, кеуде, іште. Бетте жиналатын болса, ол ай тәрізді бет деп аталады. Мына суреттен көруге болады. Және буфало өркеші, ол мойынның артқы жағындағы майдың жиналуы. Сиырдың буфалоның өркешіне ұқсайды. Теріде өзгерістер шақырады. Бұл терінің жұқаруы, терінің жеңіл көгеруі, және теріде әртүрлі стриялардың пайда болуы. Стрия дегеніміз созылу белгілері. Мына суреттен көруге болады, мына стриялар. Бұл терідегі күлгін сызықтар. Бұл терінің жұқаруына байланысты терінің астындағы веноздық қанды жасыра алмайды, сондықтан осында күлгін түсті түс арқылы көрінеді. Себептері. Екі түрлі себебі бар. Кушинг синдромы екі түрі бар негізі. АКТ-ға тәуелсіз және АКТ-ға тәуелді. АКТ-ға тәуелсіз түрінде АКТ гормоны төмен болады. Бұл жаңа айтып өткендей глюкокортикоидты терапия кезінде болады негізінен, және бүйрек үсті безінің аденомасы кезінде болады. Бұл кезде АКТ төмен болады, бірақ кортизол жоғары болады. Екіншісі АКТ-ға тәуелді, АКТ жоғары болады. Бұл көбінесе Кушинг ауруы, АКТ бөлетін гипофиз ісігі, АКТ жоғарылайтын болса, онда бүйрек үсті безінде кортизолдың синтезі тоже жоғарылайды. Өйткені АКТ бізде кортизолдың синтезін ынталандырады. Эктопиялық АКТ. Бұл басқа тіндердің, басқа жасушалардың АКТ бөлуі. Мысалы, ұсақ жасушалы өкпе рагы кезінде өкпе рагы бізде АКТ-ні бөледі, және ол АКТ кейін кортизолдың жоғарылауына алып келеді. Сонда АКТ жоғарылайды, ол жоғары АКТ бүйрек үсті безінің гиперплазиясына алып келеді, ал гиперплазия өз кезегінде кортизолдың синтезін жоғарылатады. Енді тағы да бір жаңағы белгісі, ол терінің гиперпигментациясы. Бұл көбінесе АКТ-ға тәуелді Кушинг синдромында пайда болуы мүмкін. Бұл тікелей АКТ-ның әсерінен болады, АКТ-ның жоғарылаған әсерінен. Себебі АКТ жоғарылайтын болса, АКТ-мен бірге меланоциттерді стимулдаушы гормон да жоғарылайды. Бұл как раз осы терінің гиперпигментациясына жауап береді. Енді диагнозды қалай қоямыз? Плазмадағы кортизолдың мөлшерін өлшеу өте қиын, себебі
плазмадағы кортизол бір қалыпты болмайды, ол әрдайым өзгеріп тұрады. Таңертең өте жоғары болады және кешке қарай өте төмен болады. Бұл жаңағы кортизолдың бөлінуі циркадындық ритмге байланысты болады. Соны таңертең деңгейі жоғары және көпшілігі кортизолды байланыстырушы глобулинмен байланысады. Сондықтан бос күйінде кортизол өте аз болады. Бос кортизолды өлшеу сондықтан қиын. Мысалы, жаңа айтқандай, кортизолды байланыстырушы глобулин сарысу мөлшеріне әсер етуі мүмкін. Қалай диагноз қоямыз? Бұл 24 сағаттық дәрдегі кортизолды біз өлшейміз. Уақыт өте келе кортизол деңгейін сосын біріктіреміз. Сол арқылы жалпы кортизолдың деңгейін 24 сағаттағы бір тәуліктегі кортизолдың деңгейін анықтауға болады. Егер жоғары болатын болса, онда пациентте Кушинг синдромына күдікті болады. Және сілекейдегі кортизол, сілекейде кортизолды байланыстыратын глобулин жоқ, және түнде өлшенетін бос кортизол деңгейі. Түнде өлшенетін бос кортизол төмен болу керек. Себебі күндіз кортизол жоғары, түнде төмен болады. Ал егер түнде де жоғары болатын болса, онда кортизол жаңағы пациентте Кушинг синдромы болуы мүмкін. Және ең негізгі диагноз бұл төмен дозалы дексаметазон сынағы. Дексаметазон дегеніміз біз глюкокортикоидты препарат, стероидты қабынуға қарсы препарат бұл. Бұл препараттың 1 мг дексаметазонды бұл төмен дозада ұйықтар алдында енгізіледі. Қалыптыда, гипофизді қалыптыда АКТ шығарылуын басады. Себебі АКТ-ның бізде бөлінуі ол кортизол гормонына байланысты. Егер кортизол төмендейтін болса, АКТ бізде гипофиздан алдыңғы бөлінуінен бөлінеді. Егер кортизол жоғары болатын болса, онда АКТ бізде төмендейді. Екеуі бір-біріне қарама-қарсы. Ал дексаметазон бұл кортизол секілді әсер етеді. Себебі бұл да бізде стероидты гормон. Сондықтан 1 мг дексаметазонды енгізген кезде қалыптыда АКТ төмендейді. Таңертеңгі қан анализін тексереді. Сол АКТ төмендейтін болса, онда бүйрек үсті безінен бөлінетін кортизол да таңертең төмен болу керек. Сонда таңертеңгі қан анализінде кортизол деңгейі төмен болу керек. Басылған себебі дексаметазон кортизолдың деңгейін басады. Егер кортизол жоғары болып қалатын болса, онда пациентте Кушинг синдромы деген сөз. Мысалы, аденомалар, ісіктер кортизол өндірісін тежемейді. Аденомалар кезінде, пациентте Кушинг синдромы кезінде, сонда Кушинг синдромы көбінесе ісіктерге бүйрек үсті безінің аденомасына байланысты. Сонда қанша дексаметазон енгізсе де, онда АКТ төмендегенмен кортизол төмендемейді. Бірнеше қадамы бар. Кушинг синдромы диагностикасында бірінші қадам ол Кушинг синдромын анықтау. Екінші қадам себебін анықтау. Негізгі сынақ қан сарысуындағы АКТ деңгейі болып табылады. Себебі, жаңа айтқандай, бізде екі түрі бар. АКТ-ға тәуелді, бұл кезде АКТ жоғары болады. Және АКТ-ға тәуелсіз, АКТ төмен болады. Тәуелді кезде қай кезде болады? Ол Кушинг ауруы. Кушинг ауруы бізде ол АКТ бөлетін гипофиздің ісігі. Немесе эктопиялық АКТ, жаңа айттық, басқа жасушалардың бізде АКТ-ні бөлуі. Ол бізде ұсақ жасушалы өкпе рагы кезінде мысалы. Ал АКТ-ға тәуелсіз, ол стероидты препараттар, АКТ төмен болады. Стероидты препараттар ол кортизолдың орнын басады, Кушинг синдромын шақырады. Және бүйрек үсті безінің аденомасы. Аденома кезінде бүйрек үсті безінен кортизолдың бөлінуі, синтезі жоғарылайды. АКТ-ға тәуелсіз болады. Енді келесі сынақ бұл дексаметазонның жоғарғы дозасы. Екі түрлі сынақ бар дексаметазон. Бірінші сынақ төменгі дозадағы сынақ, ол 1 мг дозаны да біз енгіземіз түнде ұйықтар алдында. Бұл Кушинг синдромын диагнозын қою үшін қолданылады. Кушинг синдромын диагнозын қою үшін. Жаңа айтқандай. Ал екінші сынақ дексаметазонның жоғарғы доза сынағы. Бұл кезде 8 мг препарат енгізіледі. Бұл тест неліктен қолданылады? Бұл АКТ-ға тәуелді Кушинг синдромын себептерін ажырату үшін. Мысалы, гипофиз аденомалар кезінде кортизолды басады белгіленген нүктеге дейін. Мысалы, төменгі дозадағы дексаметазон сынағы кезінде егер 1 мг енгізетін болсақ, бұл 1 мг дексаметазон АКТ-ні басады. Бірақ бүйрек үсті безінде, егер бүйрек үсті безінің аденомасы болатын болса, кортизолды баспайды. Кортизол жоғары болып қала береді. Ал
үлкен дозада енгізетін болсақ 8 мг жоғарғы доза сынағында, онда гипофиздің аденомалары кезінде кортизолды басады, немесе АКТГ ісіктері кезінде кортизолды баспайды. Сонда айырмашылығы, жоғарғы дозада біз аденома мен ісікті ажырату үшін, сонда жоғарғы дозада 8 мг енгіземіз, аденома болса кортизолды басады, ісік болатын болса кортизолды баспайды. Мына жерде берілген дексаметазонның кейінгі кортизол деңгейі төмен дозада, қалыптыда кортизол төмендейді, гипофиз аденомасы кезінде кортизолдың деңгейі өзгермейді, АКТГ бөлетін ісік кезінде кортизолдың деңгейі өзгермейді. Жоғарғы дозада 8 мг енгізетін болсақ, қалыпты болатын болса кортизол төмендейді, гипофиз аденомасы кезінде кортизол төмендейді, бірақ АКТГ бөлетін ісік кезінде кортизол төмендемейді. Кушинг синдромын қалай емдейміз? Ең негізгі жолы ол хирургия. Пациентте аденома болатын болса, аденоманы жоямыз. Бүйрек үсті безінің аденомасы немесе гипофиздің аденомасы. Және пациентте өкпе рагы болатын болса, өкпенің қатерлі рагын жоямыз. Себебі жаңа айтқандай, өкпенің қатерлі рагы да бізде АКТГ гормон бөлуі мүмкін. Және фармакологиялық емі бұл кетоконазол. Кетоконазол бұл саңырауқұлақтарға қарсы препарат. Саңырауқұлақтардағы эргостерол синтезін тежейді, сондай-ақ кортизол синтезінің бірінші сатысын блоктайды. Бұл бізде десмолаза деген арнайы фермент бар. Десмолаза бізде холестеринді прегнолонға айналдырады. Ал кетоконазол болатын болса, осы десмолазаны тежейді. Десмолазаның ингибиторы десмолазаны тежейтін болса, онда холестерин прегнолонға айналмайды, ал прегнолон түзілмейтін болса, соңында кортизол түзілмейді. Кушинг синдромын емдеу үшін қолдануға болады, сондықтан кетоконазолды. Сондай-ақ андроген синтезінің күшті ингибиторы. Андроген дегеніміз бізде тестостерон, сонда ер адамдарда тестостеронның синтезін тежейді. Ер адамдарда егер қабылдайтын болса, негізгі жанама әсері ол гинекомастия. Келесі бүйрек үсті безінің патологияларының бірі ол бүйрек үсті безінің жеткіліксіздігі. Бұл Кушинг синдромына қарама қарсы, бұл кезде керісінше кортизол өндірісі төмен болады. Кортизолдың жеткіліксіздігі болады. Бұның екі түрі бар. Біріншілікті бүйрек үсті жеткіліксіздігі, және екіншілікті бүйрек үсті жеткіліксіздігі. Біріншілікті бүйрек үсті жеткіліксіздігі бізде Аддисон ауруы деп те аталады. Бүйрек үсті безінің жеткіліксіздігі, кортизол мен альдостерон төмен болады. Және АКТГ бұл кезде керісінше жоғары болады. Екіншілікті бүйрек үсті безінің жеткіліксіздігі кезінде гипофизде АКТГ синтезі бұзылады, АКТГ төмен болады. Соған байланысты АКТГ төмендесе, кортизол да төмендейді. Бірақ альдостерон төмен болмайды, себебі альдостеронның синтезі бізде АКТГ-ға тәуелді емес. Негізгі симптомдары: кортизолдың жоғалуы, кортизолдың болмауы, төмен болуы пациентте әлсіздік, шаршағыштық алып келеді, салмақ жоғалтуға алып келеді, және ортостатикалық гипотензия алып келеді. Ортостатикалық гипотензия дегеніміз, пациент егер жатып бірден тұратын болса, бірден тұрған кезде миға қан бармайды, қан қысымы төмен түсіп кетеді, бас айналып, есін тану мүмкін. Және жүрек айну, іштің ауруы, диарея шақыру мүмкін. Және келесі симптом гипогликемия. Себебі кортизол бізде қандағы глюкозаның мөлшерін реттейтін гормондардың бірі. Кортизол төмен болатын болса, гипогликемия шақырады. Кортизол жоғары болатын болса, мысалы Кушинг синдромы кезінде гипергликемия, ал гипергликемия өз кезегінде қант диабетін алып келеді, жоғары кортизол кезінде. Енді келесі альдостеронның жоғалуы. Альдостерон бізде негізі калийді сыртқа шығарады да, натрийді кері сіңіреді. Негізгі қызметі қалыптыда, физиология жағдайда. Ал егер альдостерон жоқ болатын болса, онда калий сыртқа шықпайды, калий организмде сақталады, және ол гиперкалемияға алып келеді. Гиперкалемия өз кезегінде әртүрлі жаңағы жүрек аритмияларын алып келуі мүмкін. Және альдостерон тағы да бір қызметі ол жаңағы протонды сыртқа шығару. Альдостерон жоқ болатын болса, протон сыртқа шықпайды, организмде ұсталады да, ол ацидозға алып келеді. Және зәрдегі натрийдің жоғалуы ол гиповолемияға алып келеді. Өйткені натрий көптеп сыртқа шығатын болса, натриймен бірге су шығады, су шығатын болса, пациентте гиповолемия болады. Гиповолемия болатын болса, ол қан қысымының төмендеуіне алып келеді.
келесі әсері, біріншілікті бүйрек үсті жеткіліксіздік кезінде АКТГ жоғары болады. Бұл және терінің гиперпигментациясын шақырады. Меланоциттерді ынталандыратын гормон бар, МСГ деген, гипофиздегі АКТГ мен ортақ прекурсорлық ақуызды бөліседі. Мысалы, ол жай сөзбен айтқан кезде бізде АКТГ бар, және меланоциттерді ынталандыратын гормон бар, МСГ деген. Бұл екеуі де бізде пропиомеланокартин деген заттан түзіледі. Егер АКТГ жоғарылайтын болса, онда көп АКТГ өндіру үшін бізде пропиомеланокартин да жоғарылайды. Егер пропиомеланокартин жоғарылайтын болса, МСГ жоғарылайды, ал МСГ жоғарылайтын болса, ол бізде меланин синтезін күшейтеді. А меланин жоғарылайтын болса, онда меланин пациенттерде терінің гиперпигментациясын шақырады. Немесе оны басқаша айтамыз, Аддисонның гиперпигментациясы деп. Бұл жалпыланған гиперпигментация күн сәулесі түсетін жерлерде айқын байқалады. Мысалы, бет, мойын, қолдың артқы жағы. Сондай-ақ үйкеліс қысым аймақтары, ол жаңағы шынтақ, тізе немесе буындар жерде гиперпигментация айқын байқалады. Алақанның қыртысы болуы мүмкін. Және классикалық сценарий, классикалық симптомдары, ол диспепсиялық белгілер, жүрек айнуы, ауырсыну және терінің қараюы. Мынау жерде Американ президенті берілген, Джон Кеннеди. Бұл президент те кезінде осы Аддисон гиперпигментациясынан зардап шеккен. Бүйрек үсті бездің дағдарысы, қазақша осылай аудардым, бірақ ағылшынша ол adrenal crisis, кризис деген сөз. Кризис деген сөз ол жедел бүйрек үсті безінің жеткіліксіздігі. Бірден бүйрек үсті безінен кортизол мен альдостерон гормонының бөлінуін тоқтап, күрт жоғалуы. Сонда кортизол да, альдостерон да екеуі де бірден тоқтайды, өндірісі, синтезі. Негізгі көрінісі ол шок, пациентте гипогликемия болады, жүрек айну, құсу, шаршау, сананың шатасуы деген симптомдар байқалады. Және жиі бүйрек үсті безінің функциясы жедел тоқтаған кезде байқалады. Ол қай кезде жедел тоқтау мүмкін? Ол бүйрек үсті безінің жеткіліксіздігі бар науқастарда егер инфекция түсетін болса, хирургиялық операциядан кейін, жарақаттан кейін бірден тоқтау мүмкін. Немесе созылмалы стероидтарды қабылдап жүрген науқастарда бірден бүйрек үсті безінің дағдарысы дамуы мүмкін. Аддисон ауруының жалпы себептері. Бірінші себебі ол аутоиммунды адреналит. Бұл антиденелер мен жасушалық бұзылыс. Көбінесе 21 альфа-гидроксилаза ферментіне қарсы антиденелер түзіледі. Бұл фермент 21 альфа-гидроксилаза. Бұл кортизолдың түзілу үшін қажет негізгі ферменттердің бірі. Егер бұл фермент болмайтын болса, онда кортизол түзілмейді. Кортизол түзілмейтін болса, бүйрек үсті бездің атрофиясын алып келеді. Қыртыс қабаттың жоғалуын алып келуі мүмкін. Егер бұл қабат жоғалатын болса, тек қана кортизол емес, онда осымен бірге андрогендер де және минерал кортикоидтардың да синтезі төмендейді. Бірақ миялық қабат өзгеріссіз қалады, адреналин мен норадреналиннің синтезі өзгеріссіз болады. Екінші себебі ол инфекциялар, туберкулез, саңырауқұлақтар, мысалы гистоплазмоз, криптокок деген секілді, немесе циталомегаловирус. Осы инфекциялар бізде Аддисон ауруын шақыруы мүмкін. Және үшінші себеп, сирек кездесетін себеп, бұл ісік метастаздары, әсіресе өкпе ісігі кезінде Аддисон ауруы дамуы мүмкін. Өкпе рагының метастаздары. Бүйрек үсті бездері, сонда өкпе рагының метастазы бүйрек үсті безіне берілуі мүмкін. Бұл кезде әдетте симптомсыз болады, тек қана бейнелеуде анықталады. Бейнелеу дегеніміз бізде КТ, МРТ немесе рентген кезінде анықтауға болады. Осы метастаздың әсерінен пациентте Аддисон ауруы бүйрек үсті безінің жеткіліксіздігі дамуы мүмкін. Екіншісі ол Waterhouse-Friderichsen синдромы. Бұл жедел бүйрек үсті безі жеткіліксіздігінің сирек себебі бүйрек үсті бездерінде жедел қан кетуден туындайды. Көбінесе менингококцемиямен байланысты. Клиникалық сценарий пациентте бактериялық менингитпен ауыратын науқас және шоктың жедел басталуы. Онда бұл синдром бізде менингитпен байланысты. Екіншілікті бүйрек үсті безінің жеткіліксіздігі ең жиі себебі глюкокортикоидты терапия, АКТГ-ның ұзақ уақыт супрессиясы,
уақыт өте келе бұл бүйрек үсті бездің атрофиясына алып келеді. Өйткені АКТГ болмайтын болса, бүйрек үсті безі кортизолды бөлмейді, ал кортизол бөлінбейтін болса, онда ол атрофияға ұшырайды. Егер пациент глюкокортикоидтарды қабылдауын кенеттен тоқтататын болса, онда ол гипоадренализмге алып келеді. Ол жаңағы бірден тоқтататын болса, бүйрек үсті безінің атрофиясына байланысты кортизол дұрыстап өндірілмейді. Ол сосын екіншілікті бүйрек үсті бездің жеткіліксіздігіне алып келеді. Сондықтан екіншілікті бүйрек үсті бездің жеткіліксіздігін алдын алу үшін пациенттер стероидтарды қабылдауын уақыт өте келе баяу тоқтату керек. Енді маңызы біріншілікті бүйрек үсті безі мен екіншілікті бүйрек үсті бездің айырмашылығы. Екіншілікті бүйрек үсті безі жеткіліксіздігі кезінде пациентте тері белгілері жоқ. Терінің гиперпигментациясы болмайды, себебі бұл кезде АКТГ жоғарыламайды. Және гиперкалемия болмайды, себебі альдостерон деңгейі жоғарыламайды. Бүйрек үсті бездің жеткіліксіздігінің диагностикалық сынақтары. Таңғы 8-де сары судағы кортизол деңгейін өлшейміз. Бұл уақытта деңгейі ең жоғары болу керек. Егер деңгейі төмен болатын болса, онда ауруды көрсетеді. Және сары судағы АКТГ, төмен кортизол, жоғарғы АКТГ ол біріншілікті ауру, біріншілікті бүйрек үсті безінің жеткіліксіздігі. Егер төмен кортизол және төмен АКТГ болатын болса, бұл екіншілікті бүйрек үсті безінің жеткіліксіздігін көрсетеді. Диагностикалық сынақтар. Бұл АКТГ-ні ынталандыру сынағы косинотропин препаратын енгізіледі. Косинотропин дегеніміз ол экзогенді АКТГ. Сонда экзогенді АКТГ-ні енгіземіз. Кортизол 30-60 минуттан кейін көтерілу керек. Егер көтерілмесе, онда біріншілікті бүйрек үсті безінің жеткіліксіздігі деген сөз. Егер қалыпты көтерілетін болса, қалпына келсе, онда екіншілікті бүйрек үсті безінің жеткіліксіздігі деген сөз. Сонда АКТГ-ні ынталандыратын экзогенді АКТГ-ні енгіземіз. Ол препарат бізде косинотропин деп аталады. Біріншілікті альдостеронизм. Бұл минералкортикоидтардың артық болуы. Бұл бізде бүйрек үсті безі патологияларының 3-ші түрі. Бұл кезде пациентте гипертония болады. Бұл классикалық түрде жас адамдарда кездеседі. Және гипокалемия. Калий төмен болады. Калий төмен болатын болса, пациентте әлсіздік, бұлшықетте спазм. Және бұл негізі сенімсіз көрсеткіш, себебі көп жағдайларда калий қалыпты жағдайда болуы мүмкін. Өйткені сондықтан біз калийдің деңгейіне аса көп мән бермейміз. Және метаболикалық алкалоз болады пациенттерде. Біріншілікті альдостеронизмнің ең жиі себептері ол екі жақты идиопатиялық гиперальдостеронизм 60% жағдайда. Идиопатиялық деген сөз ол себебі этиологиясы белгісіз деген сөз. Және альдостеронды бөлетін аденома 30% жағдайда, кей кезде бұл аденома Кон синдромы деп аталады. Кон синдромы кезінде пациентте альдостеронның синтезі жоғарылайды. Біріншілікті альдостеронизмнің диагностикасы. Бірінші біз плазмадағы альдостерон концентрациясын өлшейміз. Екінші плазмадағы ренин белсенділігін өлшейміз. Рениннің негізгі қызметі ол плазмадағы ангиотензиногенді ыдыратады. Ангиотензиногенді ангиотензин 1-ге айналдырады. Ал ангиотензин 1 өз кезегінде ангиотензин 2-ге айналады да, ангиотензин 2 альдостеронның синтезін ынталандырады. Онда рениннің белсенділігі артатын болса, онда ангиотензин 1-дің түзілуі күшейеді. Сол арқылы ангиотензин 1-ді біз плазмада өлшеу арқылы рениннің белсенділігін анықтай аламыз. Енді біріншілікті альдостеронизм кезінде плазмадағы ренин белсенділігі төмендейді, бірақ плазмадағы альдостерон концентрациясы артады. Ал екіншілікті альдостеронизм кезінде плазмадағы ренин белсенділігі артады, және плазмадағы альдостерон концентрациясы артады. Бұл көбінесе бүйрек артерияларының стенозы кезінде, және CHF дегеніміз congestive heart failure, созылмалы жүрек жеткіліксіздігі кезінде пациенттерде байқалады. Бүйрек үсті бездерінің түйіндері ісіктері кезінде, біріншілікті альдостерон диагностикасы кезінде бүйрек үсті бездерінің түйіндерін, ісіктерін біз анықтау керекпіз. Ол бізде абдоминальды бейнелеу, КТ,
немесе МРТ арқылы анықталады. Емі бұл хирургиялық адренолэктомия. Бұл аденомалар болатын болса, немесе бір жақты гиперплазия болатын болса, хирургиялық жолмен алып тастаймыз. Екінші жолы, ол фармакологиялық емі, бұл спиронолактон. Бұл таңдамалы препарат, калийді сақтайтын диуретик болып табылады, және алдостеронның әсерін блоктайды. Тағы да бір бүйрек үсті безінің патологиясы бұл феохромоцитома. Бұл катехоламин бөлетін ісік, эпинефрин, норадреналин және дофаминді бөледі. Бүйрек үсті безінің мыйлы қабаты хромофин жасушаларынан бөлінеді. Клиникалық көрінісі белгілері эпизодты көрінеді. Гипертензия, бас ауру, жүректің соғуы, терлеу, бозаруға алып келеді. Бозғылт тері болуы. Диагностика: қан сарысуындағы катехоламин деңгейі әдетте өлшенбейді, себебі оның деңгейлері ауытқиды. Симпатикалық жүйке іске қосылатын болса жоғарылайды, парасимпатика қосылатын болса төмендейді. Сондықтан катехоламин бізде адреналин, норадреналин деңгейін өлшеу бізде феохромоцитоманың жайлы ештеңе айтпайды. Сондықтан катехоламиндердің ыдырау өнімдері өлшенеді. 24 сағатта әдетте зәрді жинау арқылы өлшенеді. Мынау бізде допамин. Допаминге екі түрлі гормон әсер етеді. Екі түрлі бізде фермент әсер етеді. МАО моноамин оксидаза немесе COMT деген катехол О метилтрансфераза деген екі фермент әсер етеді. Осы екі фермент әсер ету арқылы дофамин бізде хомованил қышқылына ыдырайды. Осы хомованил қышқылы дегеніміз қысқасы HVA. Допаминнің бізде жаңағы қалдығы болып табылады, немесе ыдырау өнімі болып табылады. Немесе норэпинефрин. Норэпинефрин немесе норадреналин, мына жерде эпинефрин, адреналин. Бұларға әсер ететін ферменттер сол катехилометилтрансфераза және моноамин оксидаза. Бұл ферменттер әсер еткен кезде соңында ыдырау өнімі ретінде ванил манделик қышқылы түсіледі. Ағылшынша ванилил манделик acid, VMA. Бұл да бізде катехоламиндердің ыдырау өнімі болып табылады. Сонда диагностика қалай жасалады? Бұл метанефриндер жиі диагностика үшін қолданылады. Метанефрин және норметанефрин 24 сағатта зәрді немесе плазманы жинау арқылы. Ескі сынақ 24 сағатта VMA жинағы, VMA деген жаңа айтқан ванилил манделик acid. Бірақ қазір бұл сынақ жүргізілмейді. Қазір бізде метанефриндерді жинау арқылы диагностика жүргізіледі. Метанефрин дегеніміз ол бізде мынау жаңағы хомованилик acid. Осы бізде метанефринге жатады. Емі хирургиялық. Феохромоцитома кезінде ол біз жаңа айтқандай мыйлы қабаттың ісігі, сол мыйлы қабатты хирургиялық жолмен кесіп алып тастайды. Немесе операция алдында пациентке феноксибензамин береді. Феноксибензамин дегеніміз ол қайтымсыз альфа-блокатор және селективті емес бета-блокаторлар береді. Ол бізде пропранолол. Енді келесі бүйрек үсті безінің патологиясы бізде параглиома. Бұл катехоламин бөлетін ісік, симпатикалық ганглилерден экстраадреналді пайда болады. Клиникалық көрінісі феохромоцитомаға ұқсас. Айырмашылығы: феохромоцитома дегеніміз бізде бүйрек үсті безінің мыйлы қабатының ісігі, мыйлы қабатының ісік пайда болатын болса, катехоламиндер норадреналин, адреналиннің синтезінің күшеуі. Ал параглиома феохромоцитомаға ұқсас клиникалық көрінісі. Бірақ бұл жерде симпатикалық ганглилерде бізде бар пресинаптикалық немесе постсинаптикалық ганглилер. Сол ганглилерде ісіктердің болуы, ол ганглилерден адреналин, норадреналиндің бөлінуінің күшеуі. Келесі патология бізде нейробластома. Бұл бізде симпатикалық ганглион жасушаларының ісігі. Симпатикалық жүйке жүйесінің кез келген жерінде пайда болуы мүмкін. Бүйрек үсті безінде жиі кездеседі. 40% жағдайда іште, 25% жағдайда, кеудеде 15% жағдайда. Негізінен балаларда кездеседі. Үшінші жиі кездесетін балалар ісігі. Бірінші орында лейкемия,
екінші орында ми ісіктері, үшінші орында осы балаларда нейробластома жиі кездеседі. Және жиі кездесетін экстракраниальды ісік. Экстракраниальды дегеніміз мидан бас сүйегінен тыс ісік. Мета-йодобензилгуанидин. Бұл не деген сөз? Бұл норадреналиннің химиялық аналогы. феохромоцитома мен нейробластоманың диагностикасы кезінде қолданылады. Бұл препарат симпатикалық тіндерде шоғырланады, және бұл препарат, бұл химиялық аналогы радиоактивті йодпен таңбаланады. Бұл препарат енгізгеннен кейін, жаңа айтқандай, ісіктерде шоғырланады, және радиоактивті йодпен таңбаланғандықтан сәуле шығарады, радиация шығарады. Сол арқылы радиация шығарғандықтан біз бұны сәуле бейнелеу арқылы, КТ МРТ арқылы қай жерде ісік бар екенін анықтауға болады. Ерекше ескерту, қалқанша безді қорғау қажет, себебі радиоактивті йод қалқанша безіне өте қауіпті. Өйткені барлығымыз білеміз, қалқанша безі йодты өзіне сіңіреді, йод арқылы тироксин гормонын, Т3, Т4 гормондар синтезделеді. Бірақ егер осы препаратты беретін болсақ, мета-йодобензилгуанидин, онда қалқанша безіне сіңіріліп, қалқанша безін зақымдауы мүмкін. Сондықтан калий иодидін бір мезгілде береміз. Калий иодиді ол радиоактивті емес йод, және бұл йод қалқанша безіне бірінші сіңіріледі, және қалқанша безін радиоактивті йодтан қорғайды. Келесі бүйрек үсті безінің патологиясы ол бүйрек үсті безінің аденомасы, көбінесе абдоминальды бейнелеу кезінде анықталады. Бүйрек үсті безінің инциденталомасы деп аталады. Қатерлі ісік және немесе функционалды аденома болуы мүмкін. Бүйрек үсті безінің аденомасы кортизол немесе альдостерон бөлуі мүмкін. Жалпы функционалды сынақтар 24 сағаттық зәрдегі метанефриндер, феохромоцитома, 24 сағаттық зәрдегі кортизол, Кушинг синдромы, төмен дозалы дексаметазон сынағы, Кушинг синдромы, сарысудағы ренин активтілігі және альдостеронизм. Жиі өсу барысы бақыланады, және үлкен болатын болса 5 см жоғары, онда жиі хирургиялық жолмен алынып тасталады.